Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика 2-ші сынып 88-ші сабақ Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бір санымен байланысты көбейту мен бөлудің қасиеттері. Олай болса, каналға тіркелуді ұмытпа, сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырма. Көбейтуді қосумен алмастырып, көбейтінділердің мәнін тап дейді. 1 көбейту 3 бізде 3 болады. 3 көбейту 1 тең 3. 2 көбейту 1, 2, 1 көбейту 2, 2, 34 көбейту 1, 34, 1 көбейту 7, 7. Яғни қай көбейтінді қосумен аластыруға болмайды және неліктен дейді. Санды бірге көбейткенде сол санның өзі шығады екенін ұмытпа. Мысалы, А бұл кез келген сан болса, оны бірге көбейтсек, ол бәрібір де А шығады. Мына жерде байқасақ, біз мінекей балалар бірді кез келген санға көбейте берейік, сол санның өзі шығады екен. Мысалы, тіпті мына жерде 34-ті бірге көбейтсек те 34 болады. 100-ді бірге көбейтсек те 100 болады. 200-ді бірге көбейтсек те 200 болады. Бірдің осындай қасиеті бар. Көбейтінділердің мәнін есепте. 26 көбейту 1, әрине 26. 1 көбейту 17 қосылған 34 дейді. 17-ге 34-ті қосып алып бірге көбейтеміз, сол 51. 40-тан 24-ті азайтамыз бізде болады. 16, 16-ға 1-ді көбейтеміз, 16. 37-ге 3-ті қосамыз, 40, 40-қа 1-ді көбейтеміз, 40. 28-ге көбейтеміз, 14 азайту 3-ті, 13-ті, яғни 1, мына жерде оны 1-ді 28-ге көбейтеміз, 28. 25-тен 24-ті азайтамыз, 1 болады, 1-ді 13-ге көбейтсек, бәрібір де жауабы 13. Келесі, яғни 1 көбейту 3 тең 3 болса, 3 бөлу 1 тең 3-ке. 3 бөлу 3 тең 1-ге екенін ұмытпа. Санды 1-ге бөлгенде сол санның өзі шығады. Мысалы, А кез келген сан болса, оны 1-ге бөлсек, сол санның өзі шығады. Мінекей, жаңа көбейткендегі секілді, көбейткенде кез келген санға 1-ді көбейткен кезде сол санның өзі шығатын болса, ал бөлген кезде кез келген санды 1-ге көбейтсек, сол санның өзі шығады. Ал егерде екеуі бірдей санды бөлетін болсақ, ол санда бізде 1 шығады. Бірдей сандарды бөлетін болсақ. 4-ші тапсырма өрнектердің мәнін тап. 7 көбейту 1, 7, 6 бөлу 1, 6. 35 азайту 13, 22, 22 көбейту 1, 22. 64 азайтылған 60 бөлу 4, тең 4. 97 бөлу 1, 97. 0 қосылған 1, 1, 1 көбейту 1, тең 1. 83 бөлінген 19 азайту 18, 19-дан 18 айтсақ 1, 83-ті 1-ге бөлсек 83. 29-ға 19-ды қосамыз 48, 48-ті 1-ге көбейтсек 48 шығады. 5-ші тапсырма мәндері бірдей әріпті өрнектер жұбын теріп жаз. 9 көбейту x бізде 8 қосу 1-ге тең көбейту x болады. 7 көбейту x тең болады 7 жақша ішінде азайтылған 0 көбейту x-ке. X бөлу 1 бізде жақша ішінде 45 азайту 44 көбейту x-ке тең болады. Яғни осы сандардың мәндері бір-бірімен тең. 6-ші тапсырма есепті шығар. Ат спорты жарысында 4 топтан құралған ойыншылар қатысты. Әр топта 9 ойыншы бар. Жарысқа барлығы неше ойыншы қатысты. Яғни шартын жазамыз. 1 топта 9 ойыншы, 4 топта қанша ойыншы. Шешуі 4-ті 9-ға көбейтеміз 36. Жауабы жарысқа 36 ойыншы қатысты деген сөз. 7-ші тапсырма сантиметрмен өрнектеп шығар. 6 дециметр 3 сантиметр қосылған 2 дециметр 8 сантиметр. 84 сантиметр азайтылған 5 дециметр 7 сантиметр, 33 дециметр 6 сантиметр бөлу 1, 5 дециметр көбейту 2, яғни енді осының мәндерін табамыз. Біріншінде 91 сантиметр шығады, ол дегеніміз 9 дециметр 1 сантиметрді береді. Екіншінде 27 сантиметр шығады, ол дегеніміз 2 дециметр 7 сантиметр береді. Үшіншінде 3 дециметр 6 сантиметрге тең болады. Төртіншінде 10 дециметрге тең. 8-ші тапсырма теңдіктер құр. 56 және 55 сандардың айырмасына дейді, яғни 56-тан 55-ті азайтып жақшаға аламыз. 13 көбейтіндісінің мәніне тең 13 болады дейді. Яғни бізде біріншіне 56 азайтылған 55 көбейту 13 тең 13 деген өрнек, яғни теңдік шығады. Әсінде 16 мен 15 сандардың айырмасын дейді, яғни 16 мен 15-ті азайтамыз да, оны 4 есе арттырамыз дейді. Яғни 4-ке көбейтеміз, сонда 4 шығады деп тұр. 9-ші тапсырма есепте. 18 көбейтілген жақша ішінде 87 азайтылған 86. 87-ден 86-ны азайтсақ 1, 18-ді 1-ге көбейтсек 18. 1 көбейтілген 100 азайту 14, 100-ден 14-ті азайтсақ 86, 86-ны 1-ге көбейтсек 86. 25 қосылған 19 бізде болады 44, 44-ті 1-ге бөлсек 44 шығады. Әсі 1 көбейтілген 37 кем 1 қосылған
37-ден. Яғни мына жерде балалар 38 шығады да, мына жерде 37 болып қалды. Сондықтан мына жағы артық болады. 9 бөлінген 1 тең болады 16 азайтылған 7-ге. Яғни екеуінде жауабында 9 шығады деген сөз. Б азайтылған Б кеп болады 1-ден. Мынау деген әріпті өрнек болғандықтан олардан 1 артық болады деген сөз. Соңғы 10-шы тапсырма ойлан тап. Bir саны мен төмендегі әрбір санның қосындысының мәні артық па, көбейтіннің мәні артық па дейді. Яғни 10-ды 1-ге қосып көреміз 11, 10-ды көбейтеміз 1-ге 10. Яғни қосындысы артық болып тұр. 30-ды қосамыз 1-ге 31, 30-ды 1-ге көбейтеміз 30, қосындысы артық. 40-ды қосамыз 1-ге 41, 40-ды көбейтеміз 1-ге 40, қосындысы артық. 60-ды қосамыз 1-ге 61, 60-ды 1-ге көбейтсек 60, қосындысы артық. 70 қосылған 1, 71, 70 көбейті 1 тең 70, 71 артық. 90 қосылған 1, 91, 90 көбейті 1 тең 90, 91 артық болады. Яғни қорытындылап жіберейік, санға бір санын қосқанда артық сан шығады екен. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыз.